Сәлеметсіздер ме, құрметті шахмат жанкүйерлері? Алдыңғы сабақтағы үй жұмысының шешімін көріп шығайық. Бұл екі жүрістік мат мәселесі еді. Жүріс кезегі ақтардікі, сондықтан алғашқы назарымызды қарсыластың қара ханына аударамыз. Ол тақтаның бұрышында, ал ақ хан тақтаның теріс бұрышында тұр. Ақ хан қара ханнан алыс тұр. Демек, қара ханды біз тек қана бұл екі қамалмен мат етеміз. Ал мат теориясы бойынша екі қамалмен біз тек қана тақтаның бұрышында немесе тақтаның шетінде мат етеміз. Бұл қадамша мат болады. Қара хан да тақтаның орталығына шықпақшы, яғни мына торшаға, G7 торшасына. Өйткені тақтаның орталығында біз оны екі қамалмен мат ете алмаймыз. Демек, біз G7 торшасына қара ханды шығармауымыз керек. Бізде 4 үміткер жүрісіміз бар. Біреу қамал B7, қамал F7, қамал G2 және қамал G3. Бұларды бір-бірден көріп шығайық. Алғашқы жүрісіміз қамал B7. Көріп тұрғаныңыздай, ол қара ханды мына торшаға шығармай тұр, және G7 және H7 торшасына шығармай тұр. Яғни бір шек қойды, шектеп тұр. Бірақ қаралар жағынан да қарағанда, қара хан да мына ақ қамалды мына торшалардан шектеп тұр, G7, H7 торшаларынан. Өйткені ақ қамал да бұл торшаларға келсе, қара хан оны жеп қояды. Яғни екі жақ мына жаққа соққы беріп тұр, қара хан да мысалы мына соққы беріп тұр. Мұндай торшаларды біз шектеу торшалар немесе қысқаша шек торшалары деп атаймыз. Қара ханды жүргізейік. Хан G8. Енді мұнда шектеу, яғни шек торшаларын табайық. Мына торша, және мына торшалар. Мына қамалында қарап тұр, F жолында. Міне көріп тұрғаныңыздай, қара хан тақтаның шетінде мат ету үшін тура алты торшаға шабуыл жасауымыз керек. Яғни мынау қалған екі торшаға шабуыл жасау үшін мынау қамалды біз F8 торшасына әкелуіміз керек. Жүрейік. Check. Қамал F8 шах. Қазір қамал мына екі торшаға шабуыл жасап тұр, ал мына B7-тегі қамал мына үш торшаға шабуыл жасап тұр. Көріп тұрғаныңыздай, түгелі екі қамалымыз 5 торшаға шабуыл жасап тұр, 6 торшаға емес. Ал 6-шы торша ол бос, шабуылсыз, онда қазір ақ қамал тұр, қорғаусыз ақ қамал тұр. Қара хан оны қарапайымша жеп қойып, маттан құтыла салады. Енді екінші үміткер жүрісті көріп шығайық. Қамал F7. Көріп тұрғаныңыздай, ол бұл екі торшаны бақылап тұр. Яғни қара ханның жолын тосып тұр. Қара хан жүреді. Қара хан енді тақтаның шетінде. Екінші қамалымызды әкелейік. Қамал B8 шах. Көріп тұрғаныңыздай, бұл қамал үш торшаға шабуыл жасап тұр. Ал мына қамал, мына қалған екі торшаға. Қайтадан екі қамал тек қана 5 торшаға шабуыл жасап тұр. 6 торшаға емес, 6-шы торшасы бос. Және бұл торшада қорғаусыз қамал тұр. Қара хан мұны жеп қойып, маттан құтыла салады. Неліктен бұл екі нұсқа жолы, бұл екі үміткер жүріс дұрыс болып шықпады? Өйткені F3-тегі қамалдың жүрістері
ханның көршілес торшаларына тура келгендіктен тура шешілмеген. Демек, Қараханды қамалдармен қоршаған кезде оны алыстан қоршау керек. Яғни алыстан шабуыл жасап, оны қоршау керек. Үшінші үміткер жүрісіне жүгінейік. Бұл қамал Г2. Бұл қамал бұл торшаларға Қараханды шығартпай тұр. Бұл екі бос торшасы бос қалып тұр. Хаш тік жолындағы. Демек, бұл тік жолына бұл екінші қамалды келтіріп, біз оны мат етеміз. Жүрістерді көрейік. Хан H7. Check. Қамал H3 шах, яғни мат. Мына торшаларды мына қамал бақылап тұр, ал мына торшаларды мына қамал бақылап тұр. Шақтан құтылысы жоқ жағдай. Тура 6 торша. Қарахан мат болды. Және төртінші үміткер жүрісті көріп шығайық. Бұл қамал G3. Қайтан, бұл қамал мына торшаларға шығартпай тұр Қараханды. Мына екі торшасы бос. Демек, мына қамалды мына жерге әкеліп, біз оны мат етеміз. Көрейік. Хан H7. Check. Қамал H2 шах. Мына үш торшаға Қарахан шыға алмайды, өйткені мына қамал бақылап тұр бұларды. Және мына торшаларды мына қамал бақылап тұр. Шақтан құтылыс жоқ жағдай. Қарахан мат болды. Құрметті шахмат жанкүйерлері, сабағымыздың басты тақырыбы шектеу және жәрдем беру әдісін қолданып, хан және қамалмен жалғыз қарсылас ханды мат ету. Бұл шахматтың ең қарапайым маты және іргетасы деп есептеледі. Басқаша айтқанда, бұған біз шах етпей мат ету тәсілі дейміз. Алдыменен көршілес торшаларды көріп шығайық. Мына 5 көршілес торша. Қараханның көршілес торшалары және мынау үшеуі Ақханның көршілес торшалары. Ал мынау үшеуіне қамал қарап тұр. Байқап қалғаныңыздай, мына торшаға хан және қамал бірге қарап тұр. Яғни бұл қорғаулы торша. Мұны біз жәрдем торшасы деп атаймыз. Өйткені мына торшаға қамал келіп, Қараханды қоршайды, яғни шектеп, оны тақтаның бұрышына апарып мат етеді. Кәнекей жүрісімізді істейік. Шектеу. Мінекей қамал былай шектеп тұр. Қараханның жүріс алаңы 16 торша. Қаралар жүреді. Мінекей қаралар жүрді. Енді біз жәрдем торшаларын табайық. Мінекей 1, 2, 3, 4. Біз осы жәрдем торшасынан пайдаланып жүреміз. Шектеу. Мінекей жүріс алаңы азайды. 12 торша қалды. Қаралар жүреді. Жәрдем. Мінекей хан қамалына жәрдем беріп жатыр. Жәрдем торшалары пайда болды. Қаралар жүреді. Шектеу. Жүрісі. Мінекей қаралардың жүріс алаңы 9 торша қалды. Қаралар жүреді. Енді мына жерде қамалымызды қозғату тиімсіз келеді. Сондықтан біз ханмен күту жүрісін істейміз. Күтеміз. Қаралар жүреді. Енді мына торшалар не жәрдем торшалары. Содан пайдаланып біз шектеу жүрісін істейміз. Шектедік. Тура 6 торша қалды. Жүреміз.
Енді біз қараханның көршілес торшасында жәрдем торшасын құруымыз керекпіз. Яғни мына жерде бізде басқа жүріс бар. Хан c4, бірақ бұл ұзақ болады. Хандар арасында 2 торша қалады мына. Егер біз қазір мында жүрсек, онда хандар арасында 1 торша қалады және жәрдем торшасы дәл көршілес торшасында құрылады. Яғни мына c6 торшасында. Сондықтан қысқа жолдан жүреміз. Хан d5 жәрдем. Мінекей мына жерде жәрдем торшасы құрылды. Мына жерде қаралар жүреді. Жәрдем. Енді мында құрылды жәрдем торшалары. Шектеу. Мінекей шектеу. Енді қараханның жүріс алаңы 4 торша. Қаралар жүреді. Шектеу. Шектедік, тек қана 2 торшасы қалды. Қаралар жүреді. Жәрдем. Көріп тұрғаныңыздай, мында жәрдем торшалары құрылды. Қаралар жүреді. Жәрдем. Мында жәрдем торшалары құрылды. Қаралар жүреді. Check. Ақтар. Шах, мат. Қамал. Шах етіп тұр, өйткені оның жолында қарахан тұр. Қарахан мында тұра алмайды. Мында да жүре алмайды. Және ақханның қасына да жақындай алмайды. Өйткені хандар бір-бірінің қасында тұра алмайды. Мінекей мына торшаларда жүре алмайды. Сондықтан қарахан тақтаның бұрышында мат болды. Енді сіздің үй жұмысыңызды берейін. Жаңа мына жағдайды біз көрген едік. Біз ойынымызда хан b8 жүрген едік. Ал егер қарахан a7-ге жүрсе, не болады? Бұл сіздің үй жұмысыңыз 2 жүрістік мат. Келесі сабақта қамалдық айлаларын және басқа мат түрлерін көріп шығамыз. Сау сәлеметті болыңыздар.